бізде лицейде 232 оқушы бар. Барлығы дарынды. Конкурсты Жалғас Санжар. Жекелей есепте үздік физик эрудит номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынға ие болған 10-шы А сынып оқушысы Жалғас Санжар. Информатикадан 14-ші Евразиялық олимпиаданың 3-ші орын иегері 10-шы А сынып оқушысы Марс Санжар. Биологиядан Мендел халықаралық олимпиадасының 3-ші орын иегері 9-шы А сынып оқушысы Валентхан Санжар. Олимпиадасының 2-ші орын жүлдегері 11-ші А сынып оқушысы Амантай Илдар. Дәл осындай мәселеде 2-ші орын иегері 11-ші А сынып оқушысы Ерғалиев Ернар. Халықаралық Мәскеу қашықтық олимпиадасының 2-ші орын иегері 10-шы А сынып оқушысы Оңғар Әділ. Биологиядан Мендел халықаралық қашықтық олимпиадасының 2-ші орын иегері 10-шы А сынып оқушысы Кенжебекұлы Тамерлан. Биологиядан Мендел халықаралық қашықтық олимпиадасының 2-ші орын иегері 11-ші А сынып оқушысы Мәулен Әділет. Халықаралық Мәскеу қашықтық олимпиадасының 1-ші орын жүлдегері 11-ші А сынып оқушысы Ахметжан Жантөре. Құрметті ата-аналар, қонақтар, ұстаздар мен мектеп оқушылары, барлығымызды бүгінгі балаларымыздың, яғни шәкірттеріміздің биік нәтижелері мен жеңістерімен құттықтаймыз. Елде азаматына қарап таниды ғой халқымыз. Солай айтқандай, білім мен ғылымда, өнер мен спортта ұлтжанды жеке тұлғалардың жеңісі ол біздің еліміздің абыройы. Яғни еліміздің көк туын әлемге танытып ел беркететін де осындай ұлдарымыз. Сондықтан біз бүгінгі өздерінің білімдері менен лицейімізді танытып жүрген оқушыларымызға биік жетістіктер тілейміз. Алдағы уақытта да алар биіктіктеріңіз жоғары болсын. Құттықтаймыз. Мамандандырылған білім беру ұйымдарының 10-11-ші сыныптар арасында өткен Қазақстан білім олимпиадасының физика пәнінен 3-ші орынға ие болған 10-шы В сынып оқушысы Жалғасбай Мирас. Дәл осындай мәселеде 3-ші орын математика пәнінен 9-шы А сынып оқушысы Ерболат Хангелді. Дәл осындай мәселеде математика пәнінен 3-ші орын иегері 10-шы А сынып оқушысы Оңғар Әділ. Дәл осындай мәтінде информатика пәнінен 10-шы В сынып оқушысы Тілеген Бибарыс. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын иегері физика пәнінен 11-ші А сынып оқушысы Жаликен Саят. Дәл осындай мәтінде биология пәнінен 2-ші орын иегері 10-ші А сынып оқушысы Кенжебекұлы Тамерлан. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын иегері химия пәнінен 10-ші А сынып оқушысы Мағзом Нұрберген. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын иегері физика пәнінен 10-ші А сынып оқушысы Жалғас Санжар. Дәл осындай мәтінде информатика пәнінен 2-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Марс Санжар. Физика пәнінен 2-ші орынға ие болған 9-ші В сынып оқушысы Мурзабаев Манас. География пәнінен 2-ші орынға ие болған 10-ші В сынып оқушысы Меңдібаев Жасқайрат. Дәл осындай мәтінде география пәнінен жүлделі 1-ші орынға ие болған 10-ші В сынып оқушысы Карпезов Жәңгір. Зерттеу байқауы облыстық кезеңнің жүлдегерлерін
Сәтбаев олимпиадасы менің кіші отаным байқауы және креатив and critical thinking зияткерлік сайысының жеңімпаздарын марапаттау үшін сөз директордың бейінді оқыту бойынша орынбасары Нұртазин Айгерім Басаровнаға беріледі. Құрметті ата-аналар, бүгінгі сіздің ұлдарыңыздың жеңістері құтты болсын. Ұлдарға тек сәттілік, жеңістеріңіз биіктен бола берсін. 2-7 сынып оқушыларының арасында зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарды зерттеу республикалық конкурсының облыстық кезеңіне қатысып, алғыс хатпен марапатталған 7 А сынып оқушысы Айтжан Темірлан. Дәл осындай мәртебеде 7 А сынып оқушысы Батырұлы Абдурахман. Облыстық Сәтбаев олимпиадасының 3-ші орын иегері химия пәнінен 9-ші Б сынып оқушысы Мақсотов Ерлан. Менің кіші отаным республикалық интеллектуалдық конкурсының облыстық кезеңіне Қазақстан тарихы пәнінен қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Қастуғанов Саясат. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 90 жылдық мерейтойына орай тарих, экономика және құқық факультетінің ұйымдастыруымен Creative and Critical Thinking атты зияткерлік байқауының 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Ерсайынов Жанбатыр. Дәл осындай мәтінде 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Жылқыбай Олжас. Дәл осындай мәтінде тарих пәнінен 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Үсенов Бекзат. Республикалық ғылыми зерттеу жобалар байқауының облыстық кезеңінде қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші орынға ие болған 11-ші Б сынып оқушысы Елубаев Дәулет. Республикалық ғылыми зерттеу жобалар байқауының облыстық кезеңінде Қазақстан тарихы пәнінен 3-ші орынға ие болған 11-ші Б сынып оқушысы Рысқали Жанарыс. Дәл осындай мәтінде Қазақстан тарихы пәнінен 3-ші орынға ие болған 11-ші Б сынып оқушысы Құралбек Ерасыл. Дәл осындай мәтінде математика пәнінен жүлделі 1-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Оңғар Әділ. Оқушылар арасында өткізілген республикалық спартакиадада шахмат ойынында аса белсенділік танытқаны үшін алғыс хатпен марапатталған 10-ші Б сынып оқушысы Мергенғалиев Жарасбек. Мектеп лига жарыстарының облыстық кезеңінде 7-8 сынып ұлдар арасында үстел теннисінен жекелей есепте жүлделі 3-ші орынға ие болған 8-ші А сынып оқушысы Қартбай Әлім. Мектеп оқушылар арасында өткен аймақтық футзал турнирінің 2-ші орынға ие болған 11-ші А сынып оқушысы Амиржан Нұрдәурен. 11-ші А сынып оқушысы Жалинген Саяс. 11-ші А сынып оқушысы Сатқалиев Қайнар. 11-ші Б сынып оқушысы Құралбек Ерасыл. 11-ші Б сынып оқушысы Асқаров Айдос. 9-ші Б сынып оқушысы Қуанышбай Алихан. 9-ші А сынып оқушысы Салауат Бахтияр. 9-ші Б сынып оқушысы Жібек Диас. Мектеп лига жарыстарының облыстық кезеңінде
кезеңде 7-8 сынып ұлдар арасында үстел теннисінен жалпы командалық есепте жүлделі 2-ші орынға ие болған 8-ші А сынып оқушылары Хартбай Әлім, Талап Алихан. Мектеп лига жарыстарының облыстық кезеңінде 7-8 сынып ұлдар арасында Ақбозат шахмат ойынында жүлделі 2-ші орынға ие болған 7-ші А сынып оқушысы Мұхаммедқалиев Әділ. Тәуелсіз елім Қазақстаным атты республикалық самғау балалар мен жасөспірімдер арасындағы қашықтықтан ұйымдастырылған ән-би байқауында домбыра айдарында жүлделі 1-ші орын алған үшін 10-ші А сынып оқушысы Сапарғалиев Нұралы. Алдарыңызда бір ел болса әнімен 8-ші сынып оқушысы Қабдықалық Мерей. Елімізбен марапатталатын 11-ші А сынып оқушылары Ерғалиев Ернар, Мәулет Әділет, Жалипен Саят, Ахметшан Шантөре, Амиршан Нұрдәурен, Уахитов Амангелді, Оныншы А сынып оқушылары Оңғар Әділ, Жұмалиев Дархан, Кенжебекұлы Тамерлан. Елбасы медалі ерекшелік белгісі иегерлерін марапаттау үшін сахна төрінен лицейіміздің іргетасының қалануына қомақты үлес қосқан тәжірибелі ұстазымыз, тарих пәнінің мұғалімі Кенжалиева Ботагөз Сағындық қызын шақырамыз. Елбасы медалінің қола медалімен 10-шы Б сынып оқушылары Бауыржан Әли, Бақтығали Нұралы, Бекқазы Бекзат, Бижанов Алихан, Жалғасбай Мирас, Ибатулла Рақым, Мергенғалиев Жарасбек, 10-шы А сынып оқушысы Марс Санжар,
ұстаздар, тәрбиешілеріміз, оқушыларымыз бүгін кешке қош келдіңіздер. Жалпы бізде лицейде 232 оқушы бар. Барлығы дарынды, барлығы да мықты. Дегенмен де қазақта мақал бар ғой, жүректен жүйрек шығады деп. Сондықтан сізге марапатталып жатқан біздің оқушыларымыз жартысы ғана. Бұл жұлдыздар шеруі 2 рет бөлінеді. Бірінші жарты жылдық қазіргі шығып жатқан оқушыларымыз. Бұл келесі оқушыларға үлкен жігер, мотивация. Екінші жарты жылдық бұйырса қалған оқушыларымыз мамырдың соңында екінші жарты жылдық бойынша жұлдыздар шеруі болады, сонда марапат алады деген үміттеміз. Енді оқушыларымызды тәрбиелеп, осындай дүниеге әкелген алтындарымызды ата-аналарыңызға көп рахмет. Ақжелкен 2022 математикалық регатасына қатысып, алғыс хатпен марапатталған 7-ші В сынып оқушысы Жомартұлы Бегарыс. Дәл осындай мәтінде алғыс хатпен марапатталған 8-ші А сынып оқушысы Есболұлы Жалғас. Дәл осындай мәтінде 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Оңғар Әділ. Дәл осындай мәтінде жүлделі 1-ші орынға ие болған 9-ші А сынып оқушысы Ерболат Хангелді. Ақжелкен 2022 математикалық регатасына қатысып, жүлделі 1-ші орынға ие болған 11-ші А сынып оқушысы Ерғали Ернар. Облыстық апельсин 2022 физика техникалық турнирдің үздік физик эрудит турына белсенді қатысқаны үшін 3-ші орын иегері 9-ші В сынып оқушысы Саткалиев Азат. 9-ші В сынып оқушысы Мұрсабаев Манас. Үздік физик теоретик атауымен 3-ші орынға ие болған 9-ші А сынып оқушысы Бақтығұл Алдияр. 3-ші орынға ие болған 9-ші А сынып оқушысы Көшер Дәурен. Бұл командалық орын болған болса, жекелей есепте 3-ші орынға ие болған 9-ші В сынып оқушысы Мұрсабаев Манас. Оныншы сынып командасы 17-ші облыстық апельсин 2022 физика-техникалық турнирінің үздік физик экспериментші команда. Жүлделі 1-ші орынға ие болған команда мүшесі 10-ші А сынып оқушысы Ерсайын Ербол. 10-ші Б сынып оқушысы Жалғасбай Мирас. 10-ші Б сынып оқушысы Тілеген Бейбарыс. 10-ші А сынып оқушысы Жалғас Санжар. Жекелей есепте 17-ші облыстық апельсин 2022 физика-техник турнирінің үздік физик-теоретик номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Жалғас Санжар. Жекелей есепте үздік физик эрудит номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынға ие болған 10-ші А сынып оқушысы Жалғас Санжар. 11-ші сынып командасы бойынша 17-ші облыстық апельсин 2022 физика-техникалық турнирінің үздік
fizik eksperimентші командасы жүлделі 3-ші орынға ие болған үшін 11-ші А сынып оқушысы команда мүшесі Жаликен Саяр. 11-ші Б сынып оқушысы Габулов Артур. 11-ші А сынып оқушысы Ғалия Бейбарыс. 11-ші А сынып оқушысы Ерғалиев Ернар. 17-ші облыстық апельсин 2022 физика-техникалық турнирінің үздік физик-теоретик номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орынға ие болған 11-ші А сынып оқушысы Жаликен Саяр. Үздік физик эрудит номинациясы бойынша 3-ші орынға ие болған 11-ші А сынып оқушысы Ерғалиев Ернар. Үздік физик эрудит номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынға ие болған 11-ші Б сынып оқушысы Габулов Артур. Іс-шараларға белсене қатысып, жоғары нәтиже көрсеткен үшін алғыс хатпен 10-ші А сынып оқушысы Жұмалиев Дархан дебат бағыты бойынша марапатталады. Дәл осындай мәтінде алғыс хатпен дебат бағыты бойынша 10-ші А сынып оқушысы Оразалиев Диас. Білім инновация лицейінің мәдени іс-шараларына белсене қатысып өнерін көрсете білгені үшін алғыс хатпен 9-ші А сынып оқушысы Меңдешев Ерлан. Жылы оқушысы облыстық байқауының 3-ші орын иегері 10-ші Б сынып оқушысы Капезов Жаңгір. Жылы оқушысы облыстық байқауының 2-ші орын иегері 9-ші А сынып оқушысы Маратов Темірлан. Білім Қай облыстық интеллектуалды телевизиялық жобасының 2-ші орын жүлдегері 11-ші А сынып оқушысы Жаликен Саяр. Дебат бағыты бойынша. Дәл осындай мәтінде 11-ші Б сынып оқушылары Епбаев Дәулет, Шынболат Елдар, Қадыр Әділет. Bir, iki.